Bismillah, assalamu alaikum, армысыздар ағайын. Алдарыңызға шипагер жұмадан Жарқынбекұлы, Алла тағала баршаңызға бүгін күннің берекетін берсін. Өздеріңізге таза табиғи шөп дәрілерден дайындалған бір рецепт таныстырып келіп отыр. Бұл бізде ем қабылдап жатқан науқастың шөп дәрілерге тапсырысы. Бауырдың қатаю ауру, яғни цирроз печень, орысша айтқанда. Бауырдың қатаюы себебі көп. Мысалға, ботикті бауыр қабынудан келіп шыққан бауыр қатаю, бауыр қызметінің жетіспеушілігінен туындаған бауыр қатаю, басқа да себептер бар. Сол себептерден туындаған бауыр қатайын емдеуге арналған табиғи таза шөптерден дайындалған рецепт. Бұл рецепттің құрамында жусан, саралдың шұнығы шөбі, дала жалбыз, қарағай саңырау құлағы, көкөрама шөбі, одан басқа күнтуды, аю балдырған, бояныш, бригина, мудан қабығы сияқты таза табиғи 10 түрге жуық шөп дәрілер қамтылған. Бұл шөп дәрілердің қасиеті уытты қайтарып, ыстықты тазалау, қанды жандандырып, адамның иммунитеттік қабілетін көтеру, ұйғанды таратып, белғамды кетіру нәтижесінде бауырдың өзінің қызметін қалпына келтіру арқылы бауырдағы уытты тазалап, вирус болсын, қандағы басқа да уыттарды жойып, сол арқылы қатқан бауырды қайта жұмсартып, Құдай қаласа бауырдың қайтадан тазарып жақсаруына себеп болады. Ағайын, Алла тағала ем қабылдап жатқан барша науқастарға толық шипасын берсін. Ауырмаңыз ағайын.